Привет, привет. Қалайсыңдар, достар? Привет. Амансыздар ма? Бүгін ауа райы керемет. Біздер Алматыда апамыздың үйіндеміз. Мұнда тауықтар бар екен, күшті тауықтар. Тауықтар бар, айтпақшы. Тауықтарды көрсетейік. Тауықтардың мана жездеміз бұларға таңертең ертемен манағы не беріп тастаған? Жемін беріп тастаған. Бісміллә. О, міне тұр ғой жемдері. Қалайсыңдар, тауықтар? Жағдайларыңыз қалай? Нан сондайлар беріп жатты. Біз сіздерге қонаққа келдік. Бізді қарсы аласыңдар ма? Ау? Бәрі ұяларына кіріп кетті. Ұялары болғанда мына жақта тағы бір бөлме сияқты. Мына жақ жауып кетті тұрсын, астында тесік бар екен. Иә, салқындау кішкене аз кірсін деп тұрған шығар. Жылылау болу үшін. Кірейік бізде. Бісміллә. О, мына аяқ кәдімгідей жылы екен, ұядай екен. Мына жерде свет жанып тұр, тоқ, жарық. Ал, қалдарың қалай? Жақсысыңдар ма? Нешеусіңдер өздерің? Міне тоқ, бүрісіп тұр. Өзің пародысы емес па? Басқаша тауықтар. Мойны жоқ екен, Иә. Мойның ішіне кіріп жатыр. Ал, бұл қайсы тауық, қайсы әтеш, ал, кім біледі дейсің? Не дедіңдер, тамақ іштіңдер ма? Жұмыртқа бердіңдер ма? Жұмыртқалар қайда тұрады бұлардың? Мына жерде ұя көп қой жұмыртқаның. Соны айтам. Ұя толып тұр. Ал бәрі бір-бірден ұя болып тұр ғой, бәрінің өзінің ұясы да. Әрқайсысының. Жұмыртқа бар ма? Таңертең. Міне. 2 жұмыртқа жатыр. Жылы ма? Жаңа берген ба? Так не, тек қана 2 түйір ма жұмыртқа? Әлі бересіңдер ма кешке дейін? Негізі таңертең ертемен жездеміз жұмыртқа таңертең 5-те ме 6-та ма тұрып жем беріп, жұмыртқасын жинап алып кетеді екен. Күнде де, күнде. 4-те емес па даже, 5-те ме? Таңертең ерте тұрады, үшін 4:30-да уже тыпырлап осылардың нелерін беріп жүреді. Мен байқағаным. Неге десеңіз, кешке дейін олар жұмыстан келмейді, сосын таңертең ерте беріп кетеді ғой жұмысқа кетіп бара жатқан кезде. Су беретін кереймін шланг шарып кетті. Анжен су жүре ма? Канттан қарашы. Ажанда монша бар, ажан су. Моншадан келетін жылы су. Тоқ, жарық бар, тоқ бар дейсің, бәрі бар. Бізге тоқтан соткысында өткілді ма? Иә, жездесіне тамақ керек бізге деп сұрайтын шығар. Кеттік, ан жақта не бар екен қарайық. Бісміллә. Сендер не yapsыңдар салқын жерде? Кіріңдер ұяларыңа. Есігін қайтадан жауып қойайын. Кіретін болса астынан кірер. Бұлар әсірсем далаға шығып кетті ғой. Ары қарай. Не жеп жатыр екен? Біздің ауылдың тауықтары сияқты тамақ жей ме екен бұлар? Бұлардың тамақтары, мұндай кәдімгі үйдің тамақтары? Үйдің тамақтары бар. Жоқ, мына жерде мынандай жем бар ғой, көрдің бе? Бидай мынандай. Естір, тамақ мына жерде естір. Қатты емес пе екен? Біздер бұндай бермейміз ғой, біздер ауылда басқаша бидай береміз ғой, басқаша тамақ. Ал, не айтамыз мына бұларға? Мына жерде ағаштары бар екен, бұлар отын жағады ма? Мұншаға жағатын шығар. Иә, сондай может. Қай жерден жағатын білмейміз. Жездеміз өзі жасын, өзі жағып, өзі істеп қояды, ысытып, моншасын күштетіп. Жинамайсың ба? Жинауға енді тәгі болмай тұр. Тәгі болмай тұр, қазір жинастырам. Жұмыртқасын апарып тастайын, ана үйге. Қайтып келдім. Білмеймін, сол жездеміз сұрайды, тәрде жинап алған шығар. Қалғанын. Қазір кешке дейін тағы беретін сияқты. Сол. Так қарап келейін, тағы не істеп жатыр екен. Не істеу керек екен мына жерлерде. Мына жерге қоя тұрайыншы. Кішкене айналаларын дайындап, көмек болсын жездемізге дайындап сыпырып кішкене сөйтіп қояйын. Неге таза жаман киіммен келмейсің деп сөйлейтін шығар маған тағы да. Көрермендерің бе? Иә. Достар, жаман шалбар киіп келмейсің ба деп сөйтіп айтатын шығар. Ертең Гүлекең ауылға барады. Сол кезде дұрыстап кірседі қораны тазалап бәрін. Иә. Ішіне ремонт жасайды Гүлекең. Иә, Сен сыпырып жатқанда жемге микроб түспейді ма? Иә, тап-таза жүрген кіші бір. Мыналар не? Сүйек жей ма не? Осыға түстейін. Сүйектерін. Құттай бет аузын сыпырғанның өзінде құттай болса да тазарып қалады да.
Не, балық жейді екен өздері. Балықтың басын тауып алдым. Мүжіп тастап тауып. Вот, сендердің тауықтарың қандай, дейсің? Сары орамалды қайдан тауып алдың? Нені? Ауылдағы сары орамал ғой. Алып білдім, ауылдан. Солай ма? Бәсе мен ойлап қойдым. Ауылда тауық қорада киіп жүретін сары орамал ма? Еске түсіп кетті ме? Иә. Орамалымды тауып алдым ғой. Алдында барғанда. Бұйырса наурызда барамыз ғой енді ауылға. Ауылымызды сағынып жүрміз ғой. Тауықтарымды, итімді, күшігімді деген сияқты, бірақ айтпақшы күшік жоқ қой бізде. Күшігім жаман мені қарсы алатын еді ана жақта жүргенде. Күшік керек енді бізге бар ғой. Дәл сондай күшік тауып алуым керек. Айтпақшы Алматының деген базарында бар ғой, күшті әдемі күшіктер сатады. Қаншадан деп? Алдында көріп едік қой. Алдағы уақытта сол базарға барамыз. Онда саламыз видеосын. Бұйырса Құдай қаласа. Әдемі кәдімгі анау деген томпиған ғой күшті күшіктер. 3 ай болған, 4 ай болған. Ол ауылға бір базардан көрдік қой, иә. Жаңа айтамын, сол қанша деді? Видеосын түсірмедік. Ауылға не ма? Алып кете аламыз да ол күшіктерді? Пойызбен алып кететін шығарсыз. Иә, ана вагонның бәрін тасылдап, ұйықтатпай. Сатып кетеді қаңсып. Болмайды ғой. Оны тек ана самолетке оформить етуге болады сияқты. Бола ма? Иә, багажбен оформить етесің, документально. Басқа жерге салады, ол жерге салмайды ғой. Ол қанша екен? Білмеймін оның бағасын. Ол қымбаттау болады шығар. Білмеймін. Бөлек күтім керек қой. Қасында отырып апарады ғой деп. Қой 2 сағатқа ештеңе етпейді ғой құрсын. 2-3 сағатқа. Сондай ана тасыған адамдар, достар болса жаза кетсеңіздерші бізге. Қалай апаруға болады? Мана самолетпен қалай істеуге болады, пойызбен қалай істеуге болады деген сияқты. Пойызда багаж жасауға болады шығар. Керек болса атыраудың да базарынан алуға болады. Бізде ондай не жоқ сияқты, выбор жоқ сияқты. Мына жақта былай ғой. Әдемі күшік. Неше түрі бар, иә. Так, бұның мусорларын қайда салады білмеймін. Мен жерге үсті бет жақтарында мусорларын жинап, тек үсті қойып қоямын шет жақтарына, иә. Кук-кук. Кукари-кук. Кук-кук. Тип-тип. Қарамайды маған. Кук-кук. Қарамайсыңдар да, мен танымай атыр бұлар деген. Кімсің сен деп айына жылына бір рет көретін. Ой, қарда аяқтары тоңбай ма екен? Мыналарды айтам да. Аяқтарын айтам. Қарда жүр ғой, тоңбай ма екен аяқтары? Енді оны солай жаратқан ғой Құдай деген. Солай ма? Тоңбайтын ғой. Бәрін көрдің бе? Қалай жаратты? Адам аяғы тоңады, олар жаратып тоңбайды. Мама, анаң қарап тұр ма? Ана өйстіп салып-салқын жерде тұр өйстіп. Ане келеді маған, келе. Осыдан насихат алу керек адам деген. Келе ғой. Алла қалай жаратты көрдің бе? Типа. Біздерден қорқып тұрған сияқтынлар. Аяғын көтеріп тұр ғой, томып қалдың ба не? Қандай тауық бар оды? Көрмендер, айтып жіберсеңіздер. Достар, мен 2 жұмыртқамды алайын. Осымен үйге барайын. Біздерге сау, саламат болыңдар, тіркеліңіздер, таратыңыздар, қолдаңыздар, аман болыңыздар.